Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін мен сіздермен орыс тілін қалай тез үйренетін кеңестермен, тәсілдермен бөлісейін деп отырмын. Видеоны соңына дейін көріңіз, соңында сіздерге арналған сыйлығым бар. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші өзіңізге сұрақ қойыңыз. Орыс тілі маған не үшін керек деп. Өзіңізге осы сұраққа шынымен өз-өзіңізді алдамай жауап беріңіз. Мүмкін сізге орыс тілі сондай бір қажет емес шығар. Жауап жай немесе вдруг керек болып қалады десеңіз, сізге үйрену өте қиын болады және ұзақтау болады. Ал егерде жұмыс бабымен көтерілу үшін, бизнесімді дамыту үшін, оқуға түсу үшін, адамдармен емін-еркін сөйлесу үшін, тіпті бір қызбен немесе жігітпен танысу үшін болса да, орыс тілі үйреніп кету әлдеқайда жеңіл әрі тез болады. Қысқасы, қандай да бір мотивация керек. Екінші ой санаңызды дайындау керек. Бұл дегеніміз, орыс тілі не деген қиын, түкті түсінбей миым ашып кетті, бұл тілді мен үйрене алмаймын, және де тағы да басқа сондай миға шектеу қоятын ойлардан құтылу керек. Қандай да бір тілді үйрене бастағанда түк түсініксіз өте қиын болады. Бірақ үйрене берсеңіз, ары қарай жеңіл, түсінікті, бәрі айқындала бастайды. Орыс тілі басқа тілдерден қарағанда қиынырақ, бірақ сіз филолог немесе орыс тілі мұғалімі болайын деп жатқан жоқ шығарсыз. Орыс тілін үйрену үшін бүкіл грамматиканы білу қажет емес. Үшінші, мақсат қойыңыз. Бұл дегеніміз жай ғана орысша үйреніп аламын деген емес. Нақты, мысалы, мен 25 мамырға дейін орыс тілін жоғары деңгейде біліп, еркін сөйлеп, сауатты жазатын боламын деп 3 айға, 4 айға, 6 айға, 1 жылға, тіпті 3 жылға дейін мақсат қойыңыз. Сол мақсатқа жеткенде не өзгереді? Сіз қандай боласыз? Сіз не сезесіз? Қандай пайдасы тиеді деген сұрақтарға жауап беріп, сол сәтті сезініп, көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Қандай да бір істі бастағанда мақсат қойыңыз. Сонда жету айқын және жеңіл әрі тез болады. Төртінші, қолдану. Яғни, бүгін сіз родтарды үйренсеңіз, сол сөздерді қолданып сөйлем құраңыз. Жай ғана видео көре салмай, дәптерге түсіріңіз, ауызша қолданыңыз. Үйде отырып, үйдегі заттарды родтарға бөліп отырыңыз. Мысалы, көз алдыңызға диван түсті. Диван – мужской род. Стол – мужской род. Окно – средний род. Книга – женский род. Тағы да сондай мысалдарды келтіріп, үйде отырып жаттығып жүріңіз. Бесінші, орыс тілінде сөйлеңіз. Мүмкіншілігінше орыс тілінде сөйлесіңіз. Қате сөйлеймін деп ұялмаңыз. Орыс тілі біздің ана тіліміз емес. Еш қысылмай, барынша сөйлеуге тырысыңыз. Көбінесе күлетіндер сол өзіміздің қарапайым қазақтардың өздері. Өздері дұрыс сөйлей алмаса да біреуге күліп жатады. Оларға мән бермеңіз. Ұялып жабылып қалсаңыз, ол кезде сізге ешқандай курс көмектесе алмайды. Алтыншы, орыс тілі ортаға түсу. Біз қазақ тілділер, айналамызда көбінесе қазақ тілділер. Орысша сөйлейтіндерден қашақтаймыз. Жұмыста болсын, оқуда болсын, қазақ тілділер мен орыс тілділер бөлініп жүреді. Сіз барынша орысша сөйлейтін адамдармен араласуға тырысыңыз. Сол ортада да тез үйреніп кетесіз. Қазақстанда орысша сөйлейтін адамды табу түкке тұрмайды. Айналамыздың бәрі орысша. Жетінші, орыс тілінде көп кітап оқыңыз, дауыстап оқыңыз, көшіріңіз, мазмұнын өз сөзімен айтып беріңіз. Кітап оқыған адам тек тілді ғана үйренбейді, онымен қоса сауаттылығы ашылады, сөздік қоры көбейеді, миға жаттығу болады. Оқу есте сақтау мен ойлау қабілетін дамытады. Айта берсек өте көп. Кітап оқуды әдетке айналдырыңыз. Сегізінші және соңғысы, курсқа жазылу. Егерде осының бәрін орындап, оның үстіне курсқа жазылсаңыз, сізде міндетті түрде нәтиже болады. Өйткені сіз түсінбеген сөздерді интернеттен іздемей-ақ, курста мұғалімнен сұрап аласыз. Курста өзіңіз сияқты орысша үйренемін деп мақсат қойған адамдармен оқисыз, бір-біріңізбен сөйлесіп, практика жасайсыз. Солай мақсатыңызға тез жетесіз. Ал видеоның басына айтып кеткендей, соңына дейін көргендерге сыйлығымыз бар. Сөздерді белсенді меңгеру үшін, сөздік қорыңызды көбейту үшін сіздерге
тегін қазақ-орыс тілі сөздікті сыйлаймыз. Күнделікті өмірде кездесетін 9000 сөздігі бар сөздікті сыйға тартамыз. Ол үшін осы видеоға лайк басып, біздің Instagram парақшамызға 3 досыңызды белгілеп, маған ВК-ға орындадым деп Instagram парақшаңызды жазып кетіңіз. Instagramда PDF формат жіберуге мүмкіншілік жоқ. Сол үшін маған ВК-ға жазыңыз. Бәрін оны орындасаңыз, сөздікті жіберемін. Егер де сізде ВК жоқ болса, почтаны жазыңыз, почтаңызға жіберемін. Құдай қаласа жақында 10.000 көрерменіміз болатын сияқты. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ерінбесеңіз достарыммен бөлісіңіз. Баршаңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.